Бір кішкентай қыз әкесінің шапанын жамап отыр екен. Әжесі қасына отырып ақыл айтты. Балам, дүниедегі жаратылған жәндік жансыздардың ешқайсысының да керексіз болып жерде қалатыны болмайды, деп. Сол сөзді айтып отырғанда қыз бала киімін жамап болып, жердегі мақтаның қиқымын терезеден лақтырып далаға тастады. Әже, осы қиқымның еш нәрсеге керегі бола қалмас, деп. Әжесі, балам, сол да жерде қалмайды, деді. Осылайша сөйлесіп терезеден қарап отырса, манағы мақтаны жел көтеріп ұшырды. Мұны бір торғай көріп, қуып барып, мақтаны тұмсығына тістеп қана алып, ұшып кетті. Қыз әжесінен, манағы мақтаның қиқымын бір торғай алып кетті, оны не қылады екен? Деп сұрады. Әжесі айтты. Көрдің бе, балам? Күн айналмай манағы айтқан сөздің келгенін. Ол кішкентай мақтаны торғай ұясына төсеп, жас балапандарына мамық етеді.